саламатсыздар ма? 14-ші практикалық сабақ Бұқар жырау бейдана. Жоспары: өмірбаяны, шығармашылығы, толғаулары, қилы заман толғауындағы мына бір жайлар табандап, жылжып келе жатқан қайшылығы мен мол заманды елестетуі. Мирас толғаулары және Бұқар жырау Қалқаман Батырұлы 1668-1781 жылдар аралығында өмір сүрген қазақ хандығының ірі мемлекет қайраткері. Қазақтың ұлы жырауы 18 ғасыр жоңғар басқыншыларына қарсы қазақ жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы, атақты Абылай ханның ақылшысы. Шыққан тегі арғын арысының сүйіндік тайпасының қаржас руынан шыққан. Заманындағы сыншылардың оны көмекей әулие деген. Сөйлегенде көмекейі бүлкілдеп, аузынан тек өлең сөз төгіледі екен. Бұхарадағы Қарнақтағы медреселерде оқыған. Бұқар жырау қазақ халқының жоңғар басқыншылығы тұсында елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білді. Осындай ауыр сәттерде Абылай ханға дұрыс кеңес беріп, ел-жұртты басқыншы жауға қарсы күресте біріктіруге, бір тудың астына топтастыруға күш салды. Өзінің саяси әлеуметтік мәнді жыр толғауларымен сол жалынды күрестің жыршысына айналды. Осы мақсатта ол Абылай ханды бір қажетті басшы санап, оған халықтың бірлігін сақтап қалатын көсем тұрғысында үлкен сенім артты. Абылай хан да сол талаптан табылып, елдің бірлігі мен жарқын болашағы үшін аямай қызмет еткен болады. Шығармашылығына келетін болсақ, жырау сол азаттық жолында өлімге бас байлап, ерліктің небір ғажайып үлгілерін көрсеткен. Хан мен оның батырларын жырға қосып, олардың өшпес әдеби бейнелерін жасады. Әсіресе Абылай ханның көрегендігі мен даналығын ауыр кезең, қиын сәттерде ел ұйытқысы бола білген асқақ жырлады. Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханым-ай, қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай, қалыңсыз қатын құштырған ханым-ай, 300-ден 3 кісіні құрбан қылсам, сонда қалар мекен қайран жаным-ай. Осы бір жұмақ жырда халық пен ханның байланыс бірлігін қиыннан қиыстыра білген. Жыраудың Абылай ханның қасында: ал тілімді алмасаң, ай Абылай, Абылай, қазақтың ханы Абылай, ханға жауап айтпасаң, басыңа біткен күніңіз, ай Абылай, сен 11 жасында, ал айтамын атты толғауларында ханның сол кездегі ұстанған саясаты мен көрегендігі, алғырлығы мен білгірлігі сақталады. Ал садыр қайда барасың, Бұхарекең біз келдік, ақан төбет байларға деген жырларында ол ел болашағы, татулық мәселелерін сөз еткен. Бұқар жыраудың Абылай хан саясаты жөніндегі байламды пікірлері де орнықты, әділ. Ол қасындағы Қытай, Ресей туралы ұстанымды бағыт ұстанған. Жыраудың 12 айда жас келер Абылай ханның қасында ханға жауап айтпасам атты толғаулары қазақ халқының болашақ және бейбітшілікті сақтау, отарлауды көздеген елден жыраққа, жиделі байсынға көшу мәселелерін қозғайды. Бұл жырлардың үгіт-насихаттық, тактикалық сипатта басым болған. Жыраудың табиғат пен адам өмірінің астастыра суреттейтін жырларда мол. Бұл үйрек әлемді түгел көрсе де, және тағы басқа да, осының барлығы жыраудың кәнігі мен шеберлігімен талғампаздығын танытқан. Бұқар жыраудың толғаулары шын мәнінде Абылай дәуірінің айнасы, ұлтының тамаша рухани адамгершілік қасиеттерін бойына дарытқан, көкірегі даңғыл, алмас тілді, жуалы ауыз кемеңгерді Абылай хан да қасынан бір елі қалдырмаған. Ақыл-ойға кемел, көмекей әулие Абылай хан дұрыс шешім, парасатты пайым қабылдауына, қос бүйірдегі екі алып мемлекет арасында оңтайлы саясат ұстануына, әскери дипломатиялық қарым-қатынас жасасуына барынша ықпал жасады. Қилы заман толғауындағы мына бір жайлар табандап жылжып келе жатқан қайшылығы мол заманды елестетеді. Күн батыстан бір дұшпан, ақырында шығар сол тұстан. Өзі сары, көзі көк, діндарының аты боп, күн шығысқа қарайды. Шашын алмай тарайды. Құдайды білмес діні жоқ, жамандықтан міні жоқ сәтсіз, тексіз бір кәпір. Аузы басы жүн кәпір, жемқорларға жем беріп, азды көпке теңгеріп, ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ұртына. Бауыздамай ішер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, қағазға жазар малыңды. Мирас толғаулары
бірінші толғау күллі әлемді жаратқан, құбылып тұрған бәйшешек, 18 мың ғаламды жаратқан. Керей қайда барасың, әлемді түгел көрсе де, ай заман, ай, Абылай ханның қасында айналасын жер тұтқан. Ай не болар күннен соң. Қорытынды. Бұқар жырау қазақтың жыраулық дәстүрінің аса көрнекті өкілдерінің бірі. Ол 18 ғасырда өмір сүріп, Абылай ханның сенімді кеңесшісі болған. Оның толғаулары ел бірлігі, әділ билік, ерлік пен патриотизм тақырыптарын қамтыды. Бұқар жырау мен халықтың арасындағы дәнекер рөлін атқарып, елдің болашағын болжайтын кемеңгер ретінде танылды. Оның поэзиясы қазақ халқының тарихи жадын сақтауға ықпал етті. Бұқар жыраудың даналығы тек бір дәуірмен шектелмей, бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған. Оның өсиеттері мен жырлары ұлттық рухты көтеріп, болашаққа ұрпақтан ұрпаққа бағдар берген. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырма сұрақ-жауап ойыны. Бірінші сұрақ: Бұқар жырау қай ғасырда өмір сүрді? Екінші сұрақ: Бұқар жырау қай ханның кеңесшісі болған? Үшінші: жыраудың негізгі шығармашылық тақырыптары қандай? Төртінші: оның ең танымал толғауларының бірі қалай аталады? Бесінші: Бұқар жырау қандай тарихи оқиғаларға қатысты? Алтыншы: оның шығармашылығы қазақ әдебиетінде қандай рөл атқарды? Екінші тапсырма: толғау жаза білесің бе? Мақсаты: студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту. Ережесі: студенттер Бұқар жырау стилінде өз толғауын жазады және ең әсерлі әрі мағыналы толғау жеңімпазы атанады. Үшінші тапсырма: дұрыс-бұрыс ойыны. Берілген фактілердің дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаңыз. Бұқар жырау қазақ жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы. Атақты Абылай ханның ақылшысы. Дұрыс немесе бұрыс. Шыққан тегі арғын, арысының сүйіндік тайпасының дулат руынан шыққан. Дұрыс немесе бұрыс. Заманындағы сыншылар оны көмекей әулие деген. Дұрыс немесе бұрыс. Абылай ханда әділдігі нау шаруандай, жомарттығы хатындай деп бейнелейді. Қазіргі Қостанай облысы Сарыкөл ауданында дүниеге келген. Дұрыс немесе бұрыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.